Ассалаумағалейкум, құрметті Асхат Әлихан YouTube арнасының көрермендері. Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Сіздерді алдағы келе жатқан 2022 жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Осы сәтті пайдалана отырып, әрқайсыңыздың отбасыңызға амандық, саулық, құт береке байлық тілеймін. Бүгінгі видео компанияның басшысы кім, қандай адам, артынан еруге бола ма, жоқ па? Және де компанияның беретін мүмкіндігі қандай, басқа компаниялардан артықшылықтары қандай, не үшін сіз осы компанияда болуыңыз керек, сол туралы болмақ. Егер менің видеом ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, болмаса дизлайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал кеттік ендеше. Енді компанияның основателі кім? Компания заңды ма деген сұрақ болады. Кез келген адамда бірінші кезекте компания заңды, құжаттары бар, барлық құжаттары бар, сертификаттары, әлемдік стандартқа сай сертификаттары бар, және де GMP сертификаты бар, халал сертификаты бар. Ол жағынан қорықпасаңыздар болады. Енді әрі қарай кеттік. Компанияның басшысы кім? Оның артынан еруге бола ма? Қандай адам? Деген сұраққа жауап. Компанияның басшысы Арман Тосқанбаев есімді азамат. Небәрі 91 жылғы тәуелсіздіктің құрдасы, өзінің аяққа нық тұрған, оған табыс алып келіп жатқан 7-8 компаниясы бар. United Business Group деген холдингтің құрамына 7-8 компания кіреді, бір-біріне ұқсамайды, өзіндік ерекшеліктері бар әрқайсысының. Яғни бұл жігіт өзінің қалтасына емес, өзінің абыройы үшін жұмыс жасап жатқан жігіт. Ол кісі Қазақстанның 100 жаңа есіміне 2 рет енген. Отан деген сағат жасайтын компаниясы бар, естулеріңіз бар шығар біреулеріңіз. Елбасының қолына сағат таққан 2016 жылы жаңағы 100 жаңа есімге кірген сәтінде. Одан кейін мына кісілер кім деп ойлайсыздар? Енді қазақта жақсы сөз бар. Жалғыздың үнін шықпас, жаяудың шаңы шықпас деген. Сол сияқты тағы да не? Жалғыз жүріп жол іздегенше көпшілікпен атас дейді. Бұл кісі не жасаса да өзінің қасындағы командасымен бірге жасайды. Яғни командалық жұмыс. Жалғыз адам ештеңені бітіре алмайды. Орыста жақсы сөз бар, один поле не воин деген. Бірігіп, әрқайсысының өзінің атқаратын қызметтері бар, рөлі бар. Өзінің қасындағы соучредителер, яғни құрылтайшылары компанияның. Әрқайсысының өзінің атқаратын қызметтері бар. Біреуі логистикаға жауап беретін болса, екіншісі құжаттарға, яғни заңдылығына жауап береді, үшіншісі проведение мероприятий іс-шаралардың өтуіне жауап береді, төртіншісі онлайн обучениеге жауап береді деген сияқты атқаратын қызметтері бар. Яғни одан кейін әрі қарай компания бізде мынандай мүмкіндіктер береді. Мынау өзіңіздің денсаулығыңызға арналған өнімдерді қолдануға мүмкіндік беріледі. Тікелей жаңа Япониядан біз мысалға қазақ өзіміз барып Японияға денсаулығымыз мына жерім ауырып жатыр деп Японияға барып продукция алмаймыз денсаулығымызға. Қойшы біз қазақпыз ғой, ас ішерде дейміз, енді ар жағын айтпай қояйын, бір жеріміз ауырып түсіп қалайын деп жатқан кезде шыны керек та. Шын мәнінде бір жеріміз түсейін деп жатқан кезде дәрігерге көрінеміз, операция жасатамыз деген сияқты. Ал ауырмас үшін сау адамдар, мына ауру адамдар ғана емес, сау адамдар ауырмас үшін мына өнімдерді ішу керек әрқайсысында. Профилактика дейді орыста. Енді осы денсаулыққа арналған теңіз өнімдерін ала отырып, өзіңізге мынау айтып кетейін қысқаша ақпарат. Мынау Витамарин АВ деген өнім денсаулыққа арналған женское заболевание, мужское заболевание, жүрек қан тамырлары аурулары, одан кейін көз ауруларына, сахарлы диабетке өте жақсы көмектеседі. Өте жақсы нәтижелер болып жатыр. Одан кейін застария-каротин деген өнім, бұл очищение организмі дейді. Организмді шлактан, паразиттардан, вирустардан тазалайды. Өте жақсы. Шаңсорғыштың қалай жұмыс жасайтынын білетін шығарсыздар. Дәл сол сияқты шаңды қалай тазалайтын болса, организмді осылай тазалайтын болады. Одан кейін көз ауруларына каротин және витамарин В деген өнім өте жақсы көмектеседі. Әрі қарай салмағын өздеріңіз білетін шығарсыздар, 40-тан астам микро-макро элементтері бар. Адамның организміне өте пайдалы, бұл да дәрумен болып есептеледі. Одан кейін әрі қарай кардиомарин деген өнім, жүрек қан тамырлары, жаңағы сосуд дейді ғой, біздің сосудтарымызды тазалайды, разжайды, қан айналымын жақсартады. Өте жақсы өнім. Одан кейінгі мына жердегі өнім, йодим келп деген өнім,
Бұл йод жетіспеуші кісілерге, әйел кісілерге, екі қабат кісілерге аяғы жүктілік кезінде жақсы көмектеседі, өте ішулеріне кеңес береді. Енді осы өнімдердің біреуін өзіңізге ала отырып, өміріңізде бір-ақ рет ала отырып, сіз компаниядан қандай мүмкіндікке ие боласыз? Сіз компаниядан пассивтік табысқа шыға аласыз. Пассивтік табыс бізде компанияда 2 айдан бастап 48 айға дейін $50 $3000 дейін сіз пассивті табысқа шыға аласыз. Әрі қарай одан бөлек сіз компаниядан автомашина, тегін саяхат, автомашина, квартира, коттедж және де әлемдік тауар айналымнан 2% алу мүмкіндігіне ие боласыз. Одан бөлек басқа компаниялардан артықшылығы, компанияның қандай, не үшін, не себепті бұл компанияда болу керек деген сұраққа жауап берейік. Себебі біздің компанияда сіз өнімді ай сайын емес, бір-ақ рет аласыз. Жыл сайын емес, ай сайын емес. Басқа компанияларда ай сайын активация деген нәрсе бар. Заказ жасап отыруыңыз керек. Жасамасаңыз сізде ақша жоқ. Одан кейін статус қорғау деген нәрсе жоқ біздің компанияда. Сол үшін де сіздер осы компанияда болуыңыз керек. Одан кейін бал күймейді, накопительный объем, басынан бастап жасаған еңбегіңіз сақталады. Сол үшін де осы компанияда болу керек. Одан кейін нет урезания и обнуления доходов дейді. Ешқандай табысыңыз кесілмейді, көп компанияларда кездеседі. Егер де сіз бір статуста тұрып келесіне өтіп кететін болсаңыз, алдыңғы статустағы алатын ақшаңызды алып болмаған болсаңыз, ол күйіп кетеді. Ондай нәрсе жоқ. Сол себепті де сіздер осы бизнесте болуларыңыз керек. Менің осы видеом ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және де төменге Instagram парақшамда тастап кетемін. Instagramға да тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Енді сіздердің қолдауларыңыз, лайкыңыз, дизлайкыңыз мені ары қарай жігерлендіреді. Мені тағы да видео салуыма септігін тигізеді. Сол үшін де соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет.